Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, құрметті оқушылар, ата-аналар. Бізде бүгін математикалық олимпиадалық талдау бойынша кезекті сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бізде бүгін сабақтың уақыты сәл көбірек болуы мүмкін. Сондықтан барынша дайын болыңыздар. Сіздермен бірігіп отырып жұмыс жасаймыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, чатқа жазуға болады. Енді дауысты бірден қосып жіберу қиын. Сіздер көпсіздер, біз біреуміз, сондықтан барлығымызға түсінікті болу үшін барынша бірдей талдау жасаумен жұмыс жасайтын боламыз. Менің аты жөнім Нұрланбек Табысұлы. Енді қосылып жатқандар бар болса, осында және біз WhatsApp топтарға материалдар бойынша жіберіп отырамыз. Күнделікті келген мұғалімдердің жазған тапсырмалар бойынша. Жақсы, бірінші тапсырмадан бастайық, уақыт жоғалтпайық. Жақсы, бірінші бізде бұл жердегі бірдей әріптер, бірдей цифрлар, әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларды білдіреді. Онда бізге В қосылған Т көбейтілген нөл, қосылған А азайтылған С өрнегінің мәнін табыңыздар дейді. Яғни бізде берілген мынау математикалық ребустың мәнін табу керек, нешеге тең болатын. Мына жақта бізде 2 ұстаз көбейтілген 3 тең болады, ұстаз 2 шығады дейді. Соған сәйкес болатын сандық мәндерді, цифрларды табуымыз керек. Уақыт кетті. Енді сіздермен талдауды 1 минут кәне уақыт береміз. Сосын бірге шығарып көретін боламыз есептің шарттары бойынша. Жақсы. 2-3 минут уақыт берейік, жеткілікті. Жауабы қаншаға тең болатын жіберуге болады. Қайырлы кеш, саламатсыздар. Ұстаз деген, 2 ұстаз деген қандай біз алып таңбаласаң, соны жіберіп көріңіздер. Енді бұл жерде сіздерге түсінікті болу үшін мен мына жерді сәл үлкендеу қылып жазып қояйын, иә? 2 ұстаз көбейтеміз 3-ке. Мына бізде Z деген әріп. Көбейтілген. Бізде мына жақта 2 шығады. Мына жақта Z. Келесі мұнда А. Т бар бізде. С бар. О бар, е, белі сызылған. Енді бұл жерде қараңыздар. Жалпы біз білеміз, кез келген математикалық ребустарды шығару барысында бізде ең маңызды бір 2 түрлі ережені қамтимыз. Ол біріншісі бірдей әріптер, бірдей цифрлар болады. Ал әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларға тең. Ол ең маңызды әріптік ребустарды, математикалық ребустарды шығарудың алғы шарттардың бірі. Және екінші ең маңыздысы бізде ең жоғарғы разряд ешқашан нөлге тең болмайды. Сол жағын қатаң түрде ескереміз. Яғни бұл жерде бізде оның мәні нөлге тең емес, ең бірден талдап алсақ болады. Және бір әріп тек қана бір ғана цифр болады. Ал математикада бізде цифрларды білеміз, 0-ден бастап 9-ға дейінгі цифрларды қоямыз. Әріптердің орнына ешқашан 2 таңбалы сан қоюға болмайды. Жақсы. Неден бастаймыз? Әрине Z-дан бастаймыз. Бұл жерде Z-ның мәні нешеге тең болатын жазуымыз керек. Сіздерде қандай жауап келіп жатыр? Түсінген жоқпын болғанда біз енді бастап жатырмыз ғой. Сабақ енді басталды бізде. Қараңыздар, 3-ке Z-ны көбейтеміз, 2 шығады дейді. Онда бізге 3-тің көбейту кестесінде 2-мен аяқталатын сандық мәні бар. Ол бізде тек қана бір ғана мүмкіндік бар. Ол 3-пен 4-тің көбейтілсе. Онда мынаның мәні 4 болады. 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12, 2-сін жазамыз. Мына жақта бізде 1 ойда. Енді қараңыз, Z-ның мәні 4-ке тең болды. Енді 3-ті А-ға көбейтеміз. Және ойдағы 1-ді қосатын болсақ, бізде 4 шығу керек. Ол қандай сан болуы мүмкін? Сіздерде қандай жауап келіп жатыр бізде? 4 болады. Жақсы. Енді А-ның мәні қаншаға тең болуы мүмкін? Айтып жіберіңіздер. А нешеге тең болады бізде? А-ның мәні 1-ге тең болады. Дұрыс, әрине. Дұрыс. А-ның мәні 1-ге тең болады. Өйткені бізде 3-ті 1-ге көбейтеміз. 3 болады. Ойдағы 1-ді қоссақ, бізде 4-ке тең. Жақсы. Онда А-ның мәні 1-ге тең болды. Енді маған Т-ның мәнін айтып жіберіңіздер. 3-ке Т-ны көбейтеміз. Бізде 1-мен аяқталатын сан шығады. 3-тің көбейту кестесінде бізде ол 7 әрине. 3-ке 7-ні көбейтеміз 21. 1-ін жазамыз, бізде 2-сі ойда, е? Мына жерде бізде 2 ойда. Жақсы. Енді қарайық. 3-ке 7-ні көбейтеміз, онда Т болады. Мына Т-ның мәні бізде 7-ге тең. Өйткені бізде бірдей әріптер, бірдей цифрларға тең. С-ның мәні нешеге тең болады анда? 3-ке С-ны көбейтеміз. Ойдағы 2-ні қосамыз, бізде 7 шығу керек. Қаншаға тең болады? С-ның мәні 5. Көрейік, 5-ге тең бола ма?
үшке бесті көбейтеміз 15, ойдағы бірді екіні қосамыз 17, дұрыс екен иә. Бірақ бір ойда мына жерде. Иә. Так, сының мәні бізде 5-ке тең болды. Так, мынау әріптің мәні нешеге тең? Оның мәні 8. Так, бір деген болмайды, бір болса шықпай қалады. 8 дұрыс иә. Үшке 8-ді көбейтеміз 24, 25, бірақ екісі ойда иә. Онда мына жерде мына 8 болу керек. Үшке 2-ні көбейтеміз 6, ойдағы 2-мен бізде нешеге тең? 8-ге тең болады. Болды. Бізге енді табу керек, өрнектің мәнін табайық. Енді мына жерде бірінші оның мәні бізде нешеге тең болды? 8-ге тең болды. Қосылған т-ның мәні бізде 7, көбейтілген 0, азайтылған, қосылған а-ның мәні нешеге тең бізде? А-ның мәні бізде 1-ге тең. Так, азайтылған с-ның мәні. С-ның мәні бізде 5-ке тең. Болды, осыны есептейміз. Әрине, арифметикалық сандық өрнектің мәнін тапқан кезде ең бірінші көбейту мен бөлудің бірінші келеді, соны орындаймыз. Онда бізде бірінші көбейтуді орындайтын болсақ, мына жер 0-ге тең болып қалады. 8-ден 0-ді қосамыз, бізде 8, оған 1-ді қосамыз 9, 9-дан 4, 5-ді азайтамыз, нешеге тең болады? 4-ке тең болады екен. Болды. Жауап бізде 4-ке тең. Так, кімге түсінікті? Бірден плюс қоя салыңыздар. Түсінікті болса плюс қойып жібереміз. Бұл енді қатты күрделі тапсырма деп айта алмаймын. Қарапайым математикалық ребустарға арналған тапсырмалардың бірі. Қатты күрделі емес. Жақсы, түсінікті. Кеттік ондарға қарай келесі тапсырмаға өтеміз. Номер 2. Бұл енді бастапқы алғашқы 2-3 тапсырма қиын емес болуы мүмкін сіздерге. Кеттік. Келесі тапсырма бізде тура осы математикалық ребустарға байланысты ең үлкен, ең кіші мәнін табуға байланысты тапсырма. Регата қосындының ең үлкен мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде бізде ре деген 2 таңбалы сан, қосылған ка бізде 2 таңбалы сан, ка 2 таңбалы сан. Осы 3 2 таңбалы санның қосындысы ең үлкен болғанда нешеге тең? Ең бастысы бізге өрнектің ең үлкен мәнін табуымыз керек. Нешеге тең болатын? Так, біз жай ғана 3 минут уақыт береміз. Уақыт кетті. Енді бұл жерде біз нені табуымыз керек? Жалпы есептің шартына мұқият қарайтын болсаңыздар, бізде есептің шартында 2 таңбалы сандар. Жалпы кез келген қосылғыштың мәні ең үлкен болу үшін, әрбір қосылғыштың ең үлкен болуы бізге өте маңызды. Ал әрбір қосылғыш үлкен болады бізде, егер ең жоғарғы разряд үлкен болатын болса. Онда біз міндетті түрде не істеуіміз керек? Ең бірінші разрядтарды өрнектеп аламыз. Мына бізде 1 рет, әрқайсысын 1 рет сызып аламыз, бірліктерді. Так, ондықтарды 2 рет сызамыз. Так, мұқият қараңыздар, мен мұқият түсіндіремін қазір. Кез келген әріптік өрнектердің ең үлкен, ең кіші мәнін табу үшін біз осы алгоритмді қолдансақ, ешқандай қателік кетпейді. Сондықтан мен сіздерге барлық тапсырманы шығаруға болатын мүмкін мәндерді қарастырып жатырмыз. Қараңыздар. Ең бірінші біз жоғарғы разрядтан бастаймыз. Жоғарғы разрядта тұрған әріптерден бізде р бар. Міне қараңыздар. р бар, к бар бізде, к бар, сосын бізде т бар, иә. р бізде өзі бір-ақ рет қайталанады. Мынау бізде бір-ақ рет қайталанады, т да бір-ақ рет. Сондықтан бізге мынаған 9-дан бастаймыз әрине. 9 болады, 8 болады, және 7 болады. Келесі е бар, а бар, а бар. Енді екінші бірліктер орындағыны қарайық. Е дегеніміз өзі бір-ақ рет қайталанады, а деген 2 рет қайталанып тұр. Онда келесі 7-ден кейінгі үлкен цифрды біз е-нің орнына емес, әрине а-ның орнына апарып қоямыз. Ол бізде 6, мынау да 6-ға тең болады. Так, келесі е-нің орнына нешені қоямыз? Е-нің орнына апарып біз 5-ті қоямыз, иә? 5 болады. Енді барлығын қосып көрейік. Біз баған бойынша жай ғана қосасақ жеткілікті. 95, 86, 76. Бұл жерде енді сіздерде қазір сұрақ туындауы мүмкін. Неге басқалай қоюға болмайды деген сияқты. Әртүрлі тәсіл бар қоюдың. Мына жақта бізде 9, 8, 7-нің орны ауысып кетуі мүмкін, бола береді. Өйткені олар бізде тұрған разрядтар бірдей, және әрқайсысы тек бір-ақ рет қайталандықтан олардың орны ауысса ештеңе етпейді, өзгермейді бізде. 86 қосылған бізде 76, иә. Бізде 227 деген жауап шығады екен. Так, сіздерде қандай жауап келіп жатыр бізде? Так, 257 деген жауап бар ма? Так, давайте былай жасаңыздар.
өз жауаптарыңыз, нұсқаларыңызды жіберіңіздер. Мүмкін біз қателесіп жатырмыз. Сіздерде қандай қосылғыш бар? Так, 95, 86, 76 ғой. Дұрыс айтасыздар. 76, 257, иә. Мен қате қосып жатырмын жерде. 257. Так, неге 5-ті алдымен қойдыңыз? Мен 5-ті алдымен қойған жоқпын. 5 соңында қойдым. Керісінше 5 соңында қойылды. Жақсы. Так, түсінікті болса бірден плюс қоямыз. Сұрақ жоқ болса біз ары қарай келесі өтіп кетейік. Бұл енді бізде алғашқы бірінші тапсырмамен ұқсас. Жалпы әріптік ребустарға байланысты тапсырмаларда бірдей әріптер, бірдей цифрлар, әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларға тең. Неге 6-ға қойылды? Өйткені А бізде 2 рет қайталанып тұр, сол үшін ең үлкен цифрды қойдық. Кеттік ары қарай. Келесі тапсырмаға өтеміз. Так, номер 3-ші тапсырмаға өтейік. Мынаны мен өшіремін. Так, былай жасайықшы. Осы өрнектің ең кіші мәнін тауып көріңіздерші дәл қазір. Біз ең үлкен мәнін таптық. Енді осы алгоритм бойынша ең кіші мәнін тауып көріңіздер. Көрейік. Так, былай істейік. 3 минут уақыт берейік бұғанда. Бізге ең кіші мәні керек. Мынау тапқанымыз бізде ең үлкен мән. Мынау бізде ең үлкен мән. Маған енді ең кіші мәні керек. Қаншаға тең болады? Давайте есептеп көріңіздер. Ең кіші мән нешеге тең болады? Әрине бұл жерде тура осы алгоритм бойынша шығарамыз, бірақ біз ең үлкен цифрларды емес, ең кіші цифрларды қолдануымыз керек. Так, бізге бұл жерден ең кіші мәні керек. Так, 75 болады деген жауап келіп жатыр. 64 дейді. Енді әрине тура бағана ең үлкен мәнін қалай таптық, тура сол алгоритм бойынша табамыз. Так, бізде қазір бірнеше түрлі жауап келіп жатыр. 64, 75, 73. Жақсы, көрдім. Онда бірге талдап көрейік, иә? Мен қазір әртүрлі жауапты көріп жатырмын. Қараңыздар, біз енді ең кіші мәнін есептеп көрейік. Қаншаға тең болады нақты. Әрине, біз бірінші ең жоғарғы разрядтан бастаймыз. Р, деді, Г бар, Т бар. Онда Р-ның мәні нешеге тең болу керек? Р-ның мәні бізде 1-ге тең болады. Өйткені ең жоғарғы разрядқа ешқашан 0-ді қоймаймыз. Мына бізде 2 болады, мына бізде 3-ке тең болады. Енді ең маңызды, қараңыздар, иә? Ең маңызды ақпарат бұл жерде бізде бірліктер орнына байланысты. Бірліктер орнында менде Е бар, А бар, А бар. А бізде 2 рет қайталанады, сондықтан А-ның орнына апарып мен 0-ді қоямын. Мынаған 0 қойылады. Ал Е-ның орнына біз 4-ті қоямыз. Келесі кіші цифр. Барлығын қосып беремін енді. 14-ке 20-ны қосамын. Бізде 34, 34-ке 30-ды қосамын, менде 64-ке тең болады. Жауап менде 64. Онда ең кіші мән менде 64-ке тең болады екен. Так, кімге түсінікті, бірден плюс қоямыз. Сұрақ болса, жазып жіберсеңіздер болады. Уақыт жоғалтпайық, біз келесі тапсырмаға өтіп кетеміз. Жақсы, түсінікті. Негізі алдыңғы ең үлкен мәнін тапқанмен бірдей, ешқандай айырмашылығы жоқ, басқа. Кеттік, келесі тапсырмаға өтеміз, онда номер 3. Так, номер 3 бізде сиқырлы шаршыда әр жолындағы, әр бағандағы және әр диагоналдағы сандардың қосындысы тең болады. Онда осы ережені сақтай отырып, бос ұяшықтарды толтырыңыз. Мен бар болған енді бұған 2-3 минут қана уақыт беремін. Бірінші дәптерге жазамыз, шығарамыз. Қандай сандар болатынын тапсақ жеткілікті. Так, бізге ең бастысы шығару арқылы А-ның мәнін табу керек деді. Жақсы. Так, А-ның мәні нешеге тең болатынын есептейміз. Сиқырлы шартын білеміз. Жол, баған және диагонал бойындағы сандардың қосындысы бірдей болады.
Так, жауапты жібере берсеңіздер болады чатқа. Так, аның мәнін жазсаңыздар болды, нешеге тең болатын. Енді барлығын жазуға болады әрине, бірақ бізге біреуін жазсақ жеткілікті, сіздерге қолайлы болу үшін жасап жатырмыз. Так, бұл жерде қарайық, иә. Жалпы бізде кез келген сандық мәнге сиқырлы шаршыларға байланысты есептер шығару барысында біз мынадай екі түрлі ақпаратқа мән береміз. Біріншісі, жалпы жолдың, диагоналдың және бағанның бойындағы үш санның қосындысы әрқашан бір сиқырлы санға тең болу керек. Және біз сиқырлы санды қалай табамыз? Сиқырлы санды біз жолдың, бағанның және диагоналдың бойындағы үш санда толық болатын жолдан, бағаннан, диагоналдан пайдаланамыз. Ол әрине бізде екінші жолды пайдаланамыз. 25-ке мына жерде 16-ға 7-ні қосатын болсақ қанша болады бізде? 16-ға 7-ні қосамыз 23, иә, 23. 23-ке біз 25-ті қосып береміз, бізде 48. Онда бізде тұрақты сиқырлы санымыз ол бізде 48-ге тең болады. Онда барлығының қосындысы 48. Үш жолдың бойындағы сандардың қосындысы 48 және үш бағанның бойындағы сандардың қосындысы бізде 48. Онда мынау да бізде 48-ге тең. Және диагоналдың бойындағы үш санның қосындысы да 48 болады. Онда мынау да бізде 48-ге тең. Так, енді қарайық. Енді неден бастаймыз? Ең бастысы біз екі саны белгілі, бір саны белгісіз болатын жолдан бастауымыз керек. Онда мына жақты қарайық. Міне 15, 25, екеуін қосатын болсақ, бізде 30, 40-қа тең. Онда мына жердегі мән бізде 8-ге тең болады. 15-ке 25-ті қосатын болсақ 30, 40 болады. 40-қа 8 қосамыз, 48 болды. Енді келесі диагоналдың бойын пайдаланамыз. Ол бізде 8 және 16 белгілі. Біз енді мына жақтағы белгісіз санды табуымыз керек. 8-ге 16-ны қосатын болсақ, бізде 24, 48-ден 24 азайтамыз, онда бізде 24-ке тең болады. Белгісіз санымыз 24. Ары қарай кеттік. Келесі. Мына бізде 24 бар, 7 бар. 24-ке 7-ні қосатын болсақ, бізде 31-ге тең, 31. Енді 48-ден 31-ді азайтамыз. Мына бізде 7 болады, 1 болады 17. Мына менде 17-ге тең. Так, енді бізге аның мәнін табу керек. Аны таппас бұрын біз жоғарыдағы мына жердегі өрнектен пайдаланып, біз ортадағы санды тауып алайық. Барлығымызға түсінікті болатындай. 15-ке 24-ті қосатын болсақ, бізде қанша болады? 30, 39-ға тең, иә? 39, 48-ден біз 39 азайтып тастаймыз. Баған бойынша ерінбей жазайық. 18-ден 9 азайтамыз. Бізде 9-ға тең, мына 0. Мынау бізде 9-ға тең болады. Так, келесі енді біз соңғы аның мәнін табуға жұмыс жасаймыз. Ол үшін бізде 9 бар, 16 бар. 16-ға 9-ды қосамыз, бізде 25, 48-ден 25 азайтып тастаймыз. Сиқырлы саннан. Так, мынау бізде 3-ке тең, мынау 2-ке тең, 23. Онда аның мәні бізде 23-ке тең болады екен. Болды. А тең болады, 23 деген жауап шықты бізде. Так, сіздерде қандай жауап келіп жатыр көрейік. Дұрыс екен, 23 деген жауап, иә. Дұрыс, дұрыс. Так, кімге түсінікті болды? Сұрақ жоқ, бірден плюс қойып жеріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, қойып жерге болады жазбаша түрде. Так, жақсы. Жақсы, түсінікті. Кеттік онда. Ары қарай келесі тапсырмаға. Мынаны мен өшіремін. Бұл енді сиқырлы шаршыларға байланысты тапсырмалар өте көп кездеседі. Қарапайым санауға байланысты, сиқырлы санның мәнін табуға байланысты, немесе барлық сандар берілмейді. Сізге орналастыру керек және белгілі бір көлемдегі сандарды табу керек. Ондай әртүрлі сұрақтар бар, тапсырмалар өте көп. Сиқырлы шаршыларға байланысты. 3-те 3, 4-те 4, 5-те 5 болуы мүмкін. Жақсы, кеттік ары қарай. Бізде сұрақ 77-ден 387-ге дейін, яғни екеуін қоса есептегенде 3 деген цифр неше рет кездеседі? Бұл жерде мына нәрсеге мән берейік, иә? Бізде екі түрлі сұрақ болуы мүмкін. Біріншісі 3 цифры неше рет кездеседі, және екінші сұрақ болуы мүмкін 3 цифры бар, қанша натурал сан бар деуі мүмкін. Ол бізде екеуі екі түрлі сұрақ. Ал біздің жағдайда тек қана 3 деген цифрды сұрап жатыр. Так, берілетін уақыт бар болған 3 минут. Бұл енді қарапайым санау, бірақ қателесуге болмайды. Мысалы, біз білеміз, 1-ден 100-ге дейінгі сандардың ішінде алатын болсақ, ол жерде 3 деген цифр неше рет кездеседі деп. Бірақ бізде бұл жерде 77-тен басталып тұр.
Так, бізде 77-тен басталады, 387-ге аяқталады. Қанша? 3 цифры кездеседі. Енді бұл жерде сіздерге түсінікті болу үшін мен мына жерге бірден бастап 100-ге дейінгі сандарды есептей салайық. Енді кейбір әріптестер түсінбей отырған болуы да мүмкін. Егер бізде бірден 100-ге дейінгі сандарда 3 деген цифр неше рет кездеседі дейтін болса, онда жай ғана мына жерден жазсақ болады. 3, так, 13 бар, 23 бар. Енді 33 емес, бізде 30-дан бастаймыз. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43 бар, 53, 63, 73, 83, 93. Яғни бізде бірден 100-ге дейін қанша бар десе, тура осылай сіздерге түсінікті болсын деп жазып жатырмын. Мына жерде санаймыз енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ал мына жерде бізде 3 деген цифр бізде 20 рет кездеседі. 23-лік бар бізде. Так, енді бізге сұрақ 77-ден 387-ге дейінгі аралықта қанша 3 деген цифр кездеседі деген сұрақ бізде. Жақсы, өз нұсқаларыңызды жіберіп көріңіздер, көрейік кімде қандай жауап. 77-ден бастап 387-ге дейін. Әрине, бұл жерде біз негізгі шығарудың алгоритмі топтарға, аралықтарға бөліп алсақ оңай шығаруға болады. Аралықтарға бөлу деген, мысалы, мына жерде 77-ден бастап бізде 100-ге дейінгі аралықта қанша 3 деген цифр бар. Келесі бізде 101-ден бастаймыз. 101-ден бастап 199-ға дейінгі аралықта қанша 100 деген цифр бар. 3 деген цифр бар, соған байланысты. Так, мына жерде біз былай алсақ болады. 77-ден 99-ға дейін деп алайық. Сонда түсінікті болады сіздерге. Мына жақта енді біз 100-ден бастаймыз. 199-ға дейін. Келесі аралық бізде бұл, так, уақыт болды. Қазір 200-ден 299-ға дейін. Келесі бізде 300-ден бастап 399-ға дейін. 399 емес, бізде 387-ге дейін, 387. Енді осы 4 аралықты біз жеке-жеке есептеп аламыз, соңында барлығын қоссақ болады. Қазір мен көріп отырмын, әр адамда әртүрлі жауап келіп жатыр. Соған қарағанда бізде дәптерге жазбай ауызша шығарып отырған сияқтымыз, Жақсы, көрейік. Бірге талдау жасап. Қазір енді кімде қандай жауап бар екенін көреміз. Енді қараңыздар, неден бастаймыз? 77 мен 99-дың аралығын қарап көрейік. Ол жерде бізде 3 деген цифр бар, ол бізде 83 бар, 93 бар. Болды, басқа 3 жоқ. Яғни менде тек қана нешеу? 2 бар мына жерде. 2 рет қайталанады. Так, 2 рет деп жазылайық. Мына жерде 2 рет бізде 3 деген цифр қайталанады. Қайталап айтамын мен. 83 бар және 93 бар. Жақсы. Келесі бізде 100-ден бастап 199-ға дейін қанша 3 цифры кездеседі. Оны мен жаңа ғана есептедім. Міне тұр, міне. Егер 1-ден бастап 100-ге дейін қанша болатын болса, онда 100-ден бастап 199-ға дейін де тура сондай 3 деген цифр кездеседі. Онда мына жерде бізде 20 рет кездеседі. Тура соған ұқсас 200-ден 299-ға дейін бізде тағы да 20 рет кездеседі. Өйткені бізде жүзіктер орны анда 1 болды, мына жерде бізде 2 бар. Мына жерде бізде 20 рет кездеседі. Так, енді ең маңызды. 300-ден 387-ге дейінгі аралықта қанша 3 деген цифр кездеседі деген сұрақ. Енді мен сіздерге түсінікті болу үшін былай жазайын. Барлығымыз қателік кетпес үшін мен сіздерге бағам бойынша жазып көрсетейін, сонда түсінікті болады. Көз алдарыңызға елестетуге болады. Так, 300, 301, 302, 303, ары қарай кете беретпіз. Соңғы санды жазылайық. 383 бар мына жерде. Ары қарай жаза береміз. 387 бар. Яғни бізде 300-ден басталып 387-ге аяқталады. Енді бұл жерде неден пайдалануымыз керек? Әрине біз 3 жақтылы қарастырамыз. Біріншісі бірлік пен ондықты бірге қарастырсақ болады, және жүздіктер орны бірге қарастырамыз. Жүздіктер орнында бізде нешеу бар? Яғни бізде 0-ден басталып 87-ге дейін болып тұр. Онда бұл жердегі 3-тің мәні нешеу болады? Әрине 88 рет қайталанады мына жерде. Міне 300-ден басталып тұр 388-ге дейін. Егер 1-ден 87-ге дейін болса, ол 87 рет қайталанады жүздіктер орнында. Ал бізде 300-ден басталып тұр, сол себепті біз 88 рет деп аламыз. Енді қараңыздар,
бізге 0-ден басталып 300-ден басталып 387-ге дейінгі аралықтағы бірліктер мен ондықтар орындағыны санауымыз керек. Онда бізде тек қана бұл жерде 93 жоқ. Сондықтан бұл жерде неше рет қайталанады? 19 рет қайталанады мына жерде. Сонда екеуін қосып береміз. Мына аралықта қаншаға тең болатынын табу үшін 88 бен 19-ды қосамыз. Сонда бізде 300-ден бастап 387-ге дейінгі аралықта бірлік пен ондықта қанша шығатынын тауып аламыз. Так, бірден қоса салайық, барлығымызға түсінікті болу үшін. Так, 1 минут. Біріншісі бізде 88. Так, 88-ге біз 19-ды қосып береміз. Так, мына жерде бізде 107. 107 рет қайталанады. Яғни мына аралықта бізде 107 рет қайталанады. Енді барлығын қосамыз. Осылардың барлығын қосып берейік. 107, оған біз 20, 20, оған 2, 42-ні қосып береміз. Қанша болады бізде? 149 болады. Сонда бізде 149 рет қайталанады. 77-ден 387-ге дейінгі аралықта 149 рет қайталанады. Кімге түсінікті болды? Бірден плюс қоямыз. Сұрақ болса бірден қойып жеріңіздер. Жақсы. Аралыққа бөлу арқылы тапсақ оңайырақ. Қателесу мүмкіндігіміз, ықтималдығымыз төмен болады. Жақсы. Ауызша шығаруға болмайды бұндай тапсырмаларды. Ауызша шығарсақ қателесуіміз мүмкін. Жақсы. Кеттік ары қарай. Келесі тапсырмаға өтеміз. Бұл енді сан мен цифрға байланысты натурал сандардың арасында байланысқа берілген тапсырмалар. Кеттік келесі тапсырма. Так, бұл тапсырмаға мен нақты 3 минут уақыт берейін. Бірінші ойланып көріңіздер. Так, 4 мысықтың 2-2-ден таразыға салып өлшегенде келесідей мәндер шықты. 5 килограмм, 6 килограмм, 7 килограмм, 8 килограмм, 9 килограмм, 10 килограмм. Осы 4 мысықтың салмағын табыңыздар дейді. 4 мысық дегенде бұл жерде түсінікті болу үшін А, Б, С деп ала берсеңіздер болады. Бірінші мысық А, екінші мысық Б, мынау С, мынау Д. Егер мен 2-2-ден өлшейтін болсам, салмақтарының қосындысы ол 5 килограмм, 6 килограмм, 7 килограмм, 8 килограмм, 9 килограмм, 10 килограмм болып тұр. Бізге енді осылардың төртеуінің қосындысын табу керек. Яғни бірінші мысық, екінші мысық, үшінші мысық және төртінші мысық қаншаға тең болатын. Енді қатты күрделі тапсырма емес бұл. Оңай тәсілмен шығаруға болады. Егер түсінбей жатсаңыз, бұл жерде 4 мысықты 2-2-ден қалай топтастыруға болады дегенде біз комбинаториканың негізгі элементтерін пайдаланамыз. Бұл жерде біз жеке-жеке жазатын болсақ, мынау А мысық, Б мысық, С, Д. Мысалы бізде А мен Б-ны бірге өлшейді, А мен С-ны, А мен Д-ны. Немесе Б мен С-ны, Б мен Д-ны, немесе С мен Д-ны. Сонда бізде 6 түрлі топтастыру бар. Яғни мына жерге жазатын болсам, менде А мен Б сіздерге түсінікті болсын. Келесі А мен С бар, және А мен Д бар. Енді орын ауыстырған мен мән өзгермейді, сондықтан біз оны бір өрнек ретінде қарастырамыз. Келесі Б мен С бар, Б мен Д бар, және С мен Д бар. Әрқайсының салмағын қарайтын болсақ, мынау бізде 5 килограмм, 6 килограмм, 7 килограмм, 8 килограмм, 9 килограмм, бізде 10 килограмм. Енді бізге табу керек, осылардан пайдаланып. Төртеуінің қосындысын табу керек, нешеге тең болатын. Так, мен есептің шартын жазып қойдым сіздерге. Кімде қандай жауап бірден жазып жіберсеңіздер болады. Негізі күрделі емес. Есептің шарты күрделі болғанмен шығару алгоритмі өте оңай. Так, 15 болады деген жауап. Дұрыс, бұл жерде қатты бір күрделі еместігін қазір мен тағы да көрсетемін. Себебі байқайтын болсаңыздар, бұл жерде әрбір белгісіз айнымалы неше рет қайталанып тұрғанына мұқият болыңыздар. Мысалы, менде А 3 рет қайталанып тұр мұнда. Келесі Б-ны қарайтын болсақ, Б да 3 рет қайталанады. С-ны қарасақ бізде С да 3 рет, мұнда, және Д да 3 рет қайталанады. Онда біз не істеуіміз керек? Жай ғана баған бойынша қосып береміз. Онда мына жерде 3 көбейтілген А бар, қосылған 3 көбейтілген Б бар, 3 көбейтілген С бар. Біз теңдіктің екі жағын баған бойынша қосамыз. Қосылған 3 көбейтілген Д бар бізде. Барлығын қосатын болсам, бізде 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Так, мына екеуін қоссақ бізде 15-ке тең қосылған. 6-ға 9-ды қосамыз 15, және 7-ге 8-ді қосамыз 15. Так, дұрыс қой, иә, бізде жеке-жеке қостық, 6-ау 15-тен шықты. Мұнда мына жерде барлығы 45-ке тең болады. Мына үшеуінің қосындысы. Енді бізде үйлестірімді қасиет бар, білеміз. Егер менде А көбейтілген Б қосылған А көбейтілген С болатын болса, ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып көбейтуге болады. Онда А көбейтілген Б қосылған С деп жаза аламыз. Онда осы теңдік бойынша қарайтын болсақ, бұл бізде 3 көбейтілген А қосылған Б қосылған С қосылған Д болады. Ол бізде 45-ке тең болады. Онда бізге ең басты табу керек, мына төртеуінің қосындысы керек. Сондықтан біз осы төртеуінің қосындысын табу үшін 45-ті жай ғана 3-ке бөліп тастаймыз, ол бізде 15-ке тең болады. Болды. Үшеуінің қосындысы бізде 15 болып табылады. Так, кімге түсінікті болды? Бірден плюс қойып жеріңіздер. Егер сұрақ бар болса, жазып жіберсеңіздер де болады. Бірден жауап береміз. Бұл жерде өрнектің мәнін әріптік өрнек түрінде жазу өте маңызды. Егер бұлай ауызша шығарамыз десек, онда есепті бірінші мұқият қарауымыз керек, есептің шартын. Жақсы. Түсінікті. Кеттік ондар қарай. Келесі тапсырма. Мен өшіремін. Так, боялған бөліктің ауданын табуға байланысты геометриялық тапсырмалар бізде көп кездеседі. Жалпы геометриялық есептерде кез келген олимпиада жұмысында ең үлкен 4 тақырып кездеседі. Ол бізде стандарт емес фигуралардың ауданын табуға байланысты, периметр табуға байланысты, толық бетінің ауданын табу, және бізде көлем табуға байланысты. Осы 4 тақырып бізде үнемі кездеседі. Соның ішінде бізде көп жағдайда кездесетін есептердің бірі боялған бөліктің ауданын табуға байланысты. Енді сызбаға қарайтын болсаңыздар, бұл жерде тік бұрышты үш бұрыш мынау. Мына жер бізде тік. Енді бізде ортадағы бөліктің ауданын табу керек, нешеге тең болатын. Енді барлық өлшем бірліктері бар, беріліп тұр бізде. Чатқа жауап болса жазып жіберсеңіздер болады, егер шығарған болсаңыздар. Бұл да 15-ке тең. Мұқият ойланыңыздар. Отыз или 15. Или деген болмайды бізде математикада. Нақты жауап керек бізге. 36 деген жауап бар. Жақсы, көрейік, иә, сіздермен бірге. Жалпы бізде аудан табуға байланысты тапсырмаларда біз екі түрлі тәсілді қолданамыз. Егер стандарт емес фигура болған кезде біз қосымша сызықтар жүргізу арқылы немесе параллель көшіру арқылы толықтыру арқылы шығаруымызға болады. Енді біз білеміз, жалпы өзіміз білетін стандартты фигуралардан бізде тіктөртбұрыш бар, шаршы бар бізде, және бізде ең маңызды бір сызба бар, ол бізде тікбұрыш бұрышқа байланысты. Егер менде тікбұрыш бұрыш болатын болса, оның ауданын табатын арнайы формуламыз бар, иә? Қараңыздар, ол қалай болады? Зат бірінші жағдайда, егер мынау А, мынау Б болатын болса, онда ауданын табу үшін А көбейтілген Б, ол түсінікті барлығыңызға. Егер менде шаршы болған жағдайда, ол аудан тең болады А көбейтілген А. Немесе бұны А-ның квадрат деп атаймыз. Егер бізде тік бұрыш болатын болса, мынау бір қабырғасы, бір бұрышы тік А мен Б болатын болса, бұл жерде ауданын табу үшін аудан тең болады А көбейтілген Б и бөлінген 2 болады. Яғни жартысын аламыз. Себебі біз мынаны қазір тіктөртбұрышқа толықтыратын болсақ, кез келген тіктөртбұрыштың немесе шаршының диагоналы бізде тура сол берілген сызбаны тең ауданы бірдей болатында 2 бөлікке бөледі. Содан пайдалануымыз керек. Енді бұл жерде мұқият қараңыздар. Біз ең бірінші ненің ауданын есептеп аламыз. Әрине, мына жердегі тұрған үлкен тіктөртбұрыштың ауданын есептеуімізге болады. Тікбұрыштың ауданын. Ол бізде қайсысы? Мынау бізде. Бізге сыртқы бөлікті қарастырудың қажет жоқ. Ана жақта бізге артық берілген сызба. Бірінші осының ауданын есептеп алайық. Ол үшін біз мына жердегі А-ның мәнін есептейтін болсақ, А-ның мәні тең болады 8 болады, 8 сантиметр, және Б-ның мәні 6 сантиметр деп берілген.
Так, онда тура осы жерден біз ауданды есептеп аламыз. 8-ді көбейтеміз 6-ға и бөлеміз 2-ге. Тең болады бізде. Қаншаға тең болады? 24-ке тең болады, е? 24 сантиметр квадрат. Так, енді біз мынау боялмаған бөліктің ауданын есептейміз. Екінші боялмаған бөліктің ауданын есептесек, ол бізде 6 көбейтілген 3 и бөлінген 2. Бұл бізде 9-ға тең болады, 9 сантиметр квадрат. Енді бізге табу керек боялған бөліктің ауданы. Онда боялған бөліктің ауданы тең болады 24 сантиметр квадраттан 9 сантиметр квадратты азайтамыз. Тең болады 15 сантиметр квадрат. Дұрыс екен. Дұрыс екен, өте жақсы. Жауап бізде 15-ке тең болады екен, я. 180 деген болмайды. 180 деген жауап болмайды. Жақсы. Кімге түсінікті болды? Бірден плюс қоямыз. Сұрақтарыңыз жоқ болса, ары қарай келесі тапсырма өтіп кетеміз біз. Жақсы. Бізге байқадыңыздар ма? Бастапқы бір сызбаны біз пайдаланған жоқпыз. Ол бізді шатастыру үшін берілген. Егер керек болса табуға болады, бірақ бізге оның қатты қажеттілігі жоқ. Бізге ортадағы боялған жасыл бөліктің ауданы табу керек, сондықтан бізге қажетті бөлікті бірден есептейміз. Жақсы. Кеттік онда. Келесі. Мынаны мен өшіремін. Так, қабырғасы 2 сантиметр, 10 миллиметр болатын 12 бірдей шаршыдан тік төртбұрыш жасалды. Осы тік төртбұрыштың периметрі неше сантиметр болады? Так, сұраққа мән беріңіздер. Былай жасайық. Мен мынаны 3 минут уақыт берейін. Так, бірінші дәптерге шығарып көріңіздер. Қабырғасы 2 сантиметр, 10 миллиметр болатын 12 бірдей шаршыдан. Шаршы. Тік төртбұрыш жасады. Осы тік төртбұрыштың периметрі неше сантиметрге тең? Бұл жерден есептің шартында да кішкентай толық емес сияқты, байқадыңыздар ма? Қалай орналастырады деген шарт берілмеген. Ол бізде барлығы мына бір түзудің бойына тізіп қойды ма мынандай шаршыларды. Екі түрлі жасауға болады деп. Қалай айтып жіберіңіздер? Тік төртбұрыш болатын болса. Екі түрлі емес, одан да көп сияқты. Екі қатарға орналастыруға болады. Ал үштен орналастырсақ шаршы болып кетеді, иә бізде? Жақсы. Біз қарастырып көрейік. Бірінші жағдай бойынша. Бірінші жағдай біз жай ғана қалай жасайық? Тура осы 12 бірдей шаршыны біз бір түзудің бойына орналастырып көрейік. 12 бірдей шаршы болсын. Так, мен сіздерге түсінікті болу үшін мынадай қарастырып көрейік, иә? Мынадай түзу сызықтың бойы болсын. Мына жағында А-ның мәнінде бізде 12 шаршы бар, шаршының санына байланысты. Бұның бойында бізде бір шаршы бар. Так, мына жақта бізде 2 сантиметр 10 миллиметр дегеніміз, егер миллиметрге айландыратын болсақ, қаншаға тең болады? 30 миллиметр бола ма бізде? 1 сантиметр бізде 10 миллиметр, бізде 30, е? 30 миллиметр. Так, 78 қалай шығып кетті сіздерде? Сантиметрге айландырсақ болады ғой мына жерде. Дұрыс айтасыздар, иә. Мынау бізде сантиметрмен. 3 сантиметр, иә. Так, тура осы жерден біз периметрді есептеп көрейік. Периметр деп отырғанымыз бізде А мен Б-ны қосамыз, және 2-ге көбейтуіміз керек, иә. Егер менде А-ның мәні 12 шаршы болатын болса, 12 квадрат. Онда 12-ні 3-ге көбейтеміз, бізде мына жерде 36 болады. Дұрыс қой, 36 сантиметр. Так, егер мынаны 1-ге 3-ге көбейтетін болса, қаншаға тең болады? Ол бізде 3 сантиметр болады. Сонда бізде периметр бойынша А-ның мәні бізде 36 сантиметр, қосылған 3 сантиметр и көбейтеміз 2-ге. Онда периметр тең болады. Так, 39 мына жерде. 39 сантиметр көбейтеміз 2-ге. Онда периметр тең болады 60-78, 78 сантиметр. Так, бірінші жол шықты, ол бізде 78 сантиметр.
Так, екінші бойынша қалай болуы мүмкін енді? Екінші жағдайда. Екінші жағдай бойынша қарастырайық. Екінші жағдайда біз үштен ала алмаймыз. Онда біз қарастырамыз, тек қана мынау биіктігінде бізде екі шаршы болатындай қарастырамыз, иә? Так, мына жерге қояйық. Былай. Сонда бізде мына жерде ұзындығында қанша шаршы болады? Ұзындығында 6 шаршы бар. Так, мына жақта биіктікте бұның мәні 2 шаршы болатындай. Бұның мәні 2 шаршы. Дұрыс қой, иә? 6-ға 2-ні көбейтеміз. Периметрін табу үшін. 6-ға 2-ні қосамыз, бізде нешеге тең? Так, мұнда 6, мұнда 6, 12 болады. Так, енді біз 3-ке көбейтеміз мына жерде. 3-ке көбейтсек бізде 18 сантиметр. Мынаны 3-ке көбейтеміз, бізде 6 сантиметр. 18 бен 6, иә? Енді біз периметрді есептеп көреміз осы жерден. Периметр деп отырған бізде 18 қосылған 6 көбейтілген 2. Так, 18-ге 6-ны қосатын болсақ, бізде 24, 24-ке 2-ні көбейтеміз, 48. Дұрыс қой, иә? Барлығыңызда солай ма? 48 деген жауап. Так. Так, түсінікті болса плюс қойып жүріңіздер. Бірақ біз 3-тен ала алмаймыз. Қараңыздар, иә? Егер менде 3-тен алатын болсам, 3, 3. 3-тен алуға бола ма бізге? 12 бірдей шаршыны. Үшінші жағдай бола ма бізде? Так, 1-ден алдық. 2-ден алдық. Үштен алсақ та болады ғой, иә. Мен жерге көрсетіп салайын, онда үшінші жағдай. Мына бізде бірінші, екінші, мен үшінші жағдайды мында көрсетейін. Так, үшінші жағдай мында болсын. Үшінші жағдайда біз тура осындай тіктөртбұрыш аламыз. Так, сәл кішірек алайық, түсінікті болсын сіздерге. Так, мына жағында бізде нешеу қоямыз? 4-4-тен біз 3 қатарға жинасақ болады, иә? Мына жақта бізде 4 шаршы бар, мына жақта бізде 3 қатар шаршы бар. 4-ке 3-ті көбейтеміз, бізде 12 шығып тұр екен қой, иә? 4-4-тен бізде 3 бар. Онда мына жерде 3-ке көбейтетін болсақ, бізде 12 сантиметр. Мынаны 3-ке көбейтеміз, бұл бізде 9 сантиметр болады. Так, онда тура осы жерден біз периметрді есептейік, үшінші жағдайда. Так, 12-ні қосамыз 9-ға и көбейтеміз 2-ке. Так, 21, 2-ке көбейтеміз, бізде 42. 42, 42 сантиметр болды. 42 шығады екен ғой. Сонда бізде 78, 48, 42. Так, бәріңізде солай ма? Түсінікті ма? 42 деген жауап, иә. Так, енді біз бұл жерде басқалай форматта аламыз ба? Басқа біз 3-пен алатын болсақ, бәрібір сол 42-нің өзі шығар, иә, айналып келіп. Жақсы, болды. Негізгі осы 3 жағдай. Басқа бар ма? Айтып жіберіңіздер. Басқа бар болса, плюс қойып айтып жіберіңіздер, жоқ болса, жоқ. Минус қоя салыңыздар. Жақсы, түсінікті. Кеттік ары қарай, келесі тапсырмаға өтеміз. Әрине, бұл жерде біз мүмкін болатын мәндерді қарастырып жатырмыз. Ағай, тоқта деді. Жақсы, тоқтадым. Кеттік ары қарай. Келесі. Так, 0, 1, 2. Так, біз осының алдында бірінші есеп, мынау екінші есеп, иә? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цифрларын қолданып, цифрлары қайталанбайтын, қараңыздар, цифрлары қайталанбайтын 5-ке еселі неше 3 таңбалы сан құрастыруға болады? Цифрлары қайталанбайтын қанша 3 таңбалы сан құрастыруға болады? Бізге 3 таңбалы сан керек. Нешеу болатынын есептейміз. Дәптерге жазайық міндетті түрде. 78 деген жауап келіп жатыр. Енді бұл жерде біз білуіміз керек, барлық құрастырып табуымыз. Енді барлығын табу отырса күрделі болу керек. Енді 5-ке еселі деген сөз соңы бізде 0-мен немесе 5-пен аяқталу керек қой, соны ескеруіміз керек. Енді бұл жерде бірнеше түрлі тәсіл бар. Бірінші біз 0-мен аяқталатын 3 таңбалы сандарды құрастырып алып, 12-ке көбейте салсақ болады. Өйткені бізде 0-мен аяқталатын сандар мен 5-пен аяқталатын сандардың мәні бұл жерде бірдей.
Так, бізде әртүрлі жауап келіп жатыр. Жақсы, бұл есепке біз нақты уақыт берейікші. Сәл ойланып көріңіздер. 3 минут уақыт беріледі. Деп ойлаймын. Деп ойлаймын болмайды. Нақты жауап керек бізге. Так, 3 минут уақыт кетті. Так, бірінші дәптерге жазыңыздар, өйткені әртүрлі жауап келіп жатыр бізде. Нөлден басталмайды, дұрыс, келісемін. Нөлден басталады, сан жоқ бізде. Так, 2 минуттай уақытымыз бар. Бірінші ойланып, жазып алыңыздар, сосын қазір чатты қосамыз. Өйткені бізді ойланбай жазып кетіп жатырмыз. Так, көрейік сіздерде келесі жауаптарыңыз қалай болып жатыр. Так, 78 деген жауапты көріп тұрмын мен қазір. Сіздердің жібергендерден. 84 деген жауап бар дейді. 90, 91. Так, жақсы. Сонымен бізде ол қандай көп жауапты? 78 деген дейді. Жақсы, көрейік. Бізде 3 таңбалы сан екен, түсінікті бұл жерде. Так, онда бізде А, Б, С деген сан. Жүйе құрастыруға болады. Және бұл жерде цифрлар қайталанбайды. Так, онда бізде мынау бізде А-ның мәні, Б-ның мәні және С-ның мәні. Қалай ойлайсыздар, А-ның орнына біз қанша цифрды қоюға болады? Мүмкін болатын, неше мүмкіндік бар? А-ның орнына қоюға болады. 0-ден бастап 7-ге дейін цифрлардан. 8-ін барлығын қоя аламыз ба? 0-ден бастап 7-ге дейін бізде 8 цифр бар. Дұрыс, тек қана 7-ақ мүмкіндік бар, иә? Өйткені бізде 0-ді қоя алмаймыз А-ның орнына. Онда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жерде менде 7 мүмкіндік бар. Бұл 7 деген цифр емес, 7 мүмкіндік бар дегенді білдіреді. Жақсы, келесі. Бұның орнында қанша мүмкіндік болады онда бізде? Егер цифрлар қайталанбайтын болса, бұның орнында қанша түрлі мүмкіндік бар бізде? Цифрлар қайталанбайды бізде. Мысалы, менде А-ның орнына 1 деген цифрды қойсам, жай ғана, онда бізде 0-ден бастап 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 барлығын қоюға болады. Сондықтан бұл жерде неше мүмкіндік бар? Тағы да 7 мүмкіндік бар, иә? Так, енді ең маңыздысы С-ның орнына қанша мүмкіндікті қоюға болады? С-ның орнында неше? Әрине екеу, иә? Екеу, мына жерде екеу көбейтеміз. Қаншаға тең болады бізде? 7, 7, 49, 49-ды екеу көбейтеміз. Нешеге тең болады? 80, 98 болады. Қалай ойлайсыздар, дұрыс па? 98 деген жауап біздің шығарғанымыз бойынша.
қате. Қай жерден қателестік айтып жіберіңіздер. Қателік бізде қай жерден кетті? Так, негізгі ереже бойынша осылай болу керек еді, бірақ бізде бұл қате. Қателік қай жерден кетеді? Вот, қайталанып кетеді, дұрыс айтады, иә, қайталанып кетеді. Сондықтан біз бұл жерде екі түрлі топпен қарастырамыз, иә. Онда біз ең бірінші нені қарастыруға болады? Соңы нөлмен аяқталатын және соңы беспен аяқталатын деп екі түрлі жағдайда қарастырамыз. Ал мынау біздің шығарғанымыз қазір. Мынау қате, 98 болмайды. Мұндай қателікке апаруға болмайды. Онда біз бірінші жағдайды қарастырайық. Сының мәні бізде нөлге тең болатын жағдай. Біріншісі, иә. Екіншісі бізде сының мәні 5-ке тең болатын жағдай. Ал осыны жеке-жеке қарастырамыз енді. Егер сының мәні 0-ге тең болатын болса, бізде қанша түрлі мүмкіндік бар? Қалай есептейміз оны? Оңай тәсілмен қалай есептеуге болады? Соңы 0-мен аяқталатын болса. Так, 0-ді бөлуге есептеу керек. 7, 6, 1. Өте жақсы, келсем, иә. Бізде 0-ді бөлек есептейтін болсақ, мынау бізде А-ның мәні, мынау менде Б-ның мәні, мынау бізде С-ның мәні. Енді бізде А-ның орнында 7 түрлі мүмкіндік бар, иә. Өйткені біз 0-ден бастап, так, мына жерде есептейік. 0-ден бастап нешеге дейін? 7-ге дейін ғой. Онда бізде мына жақта 7 көбейтілген 6 көбейтілген 1. Өйткені соңында тек қана біз 0-ді қоя аламыз. Соңында біз тек қана 0-ді қоя аламыз. Так, мына нәрсені ескерте салайын, қараңыздар. Сіздерге түсінікті болсын, мен чатты өшірейін, иә. Мұқият қараймыз. Не үшін біз мына жақта 7-ден бастап кеткенін түсіндіремін. Өйткені мен 0-ді соңына қоямын. С-ның орнында біз 0 бар деп есептеп алдық. Сонда біз 0-ді бірден сызып тастаймыз. Басқа жағына қолданбаймыз. Енді біз бірден бастап 7-ге дейін цифрларда А-ның орнында барлық жетеуін де қолданаламыз. Б-ның орнында тек қана алтауын қолданаламыз. Ал С-ның орнында тек қана бір-ақ мүмкіндік бар. Өйткені біз тек қана оған нені қоямыз? 0-ді қоямыз. Мынаны көбейтетін болсақ, нешеге тең болады? Бізде 42 болады, иә? Мына жерде бізде соңы 0-мен аяқталатын сандардан бізде 42 штук сан бар. Так, енді ең маңыздысы бізде, егер сының мәні 5-ке тең болатын болса. Мынау менде А-ның мәні, мынау бізде Б-ның мәні, мынау бізде С-ның мәні. Ал айтыңыздар енді, 5-пен аяқталатын санды біз қалай есептейміз? Так, мен чатта қосайын, өз ойларыңызды айтып көріңіздер. Егер соңы 5 болатын болса, біз сандарды қалай есептейміз? Так, 6 мен 6. Өте жақсы. Бізде соңында бізде 1 дегенді тұрақтап қоямыз. Так, мына жерде бізде 1 С-ның орнында бір-ақ цифр бар, өйткені ол 5-ті қолданамыз. Так, және біз білеміз, соңында А-ның орнына біз 1-ді қоя алмаймыз. Мына жағдай бойынша қарастыратын болсақ, А-ның орнына біз 1-ді қоймаймыз, 0-ді қоймаймыз. Сонда бізде 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қараңыздар, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бізде нешеу бар? 6 бар ма? Мына жерде 6 түрлі мүмкіндік бар. Ал Б-ның орнында біз 0-ді, Б-ның орнына мысалы біз А-ның орнында 7-ні қойдық деп жоспарлайтын болсақ, енді біз Б-ның орнына 0-ді қоюға болатынын білеміз. Онда мына жерде 0-ді ашып алайық. Енді біз санаймыз мына жерде. 0 бар, 2 бар, 3 бар, 4 бар, 5 бар, 6 бар, иә? Бізде сонда неше болады? 6 бола ма? 6 мен 6-ның көбейтіндісі. Сонда бізде мынаны көбейтетін болсақ, бізде 36 болады мына жерде. Так, 36. Мына жақта бізде 42, мына жақта бізде 36 мүмкін мән бар. Енді біз жай ғана 42-ге нешені қосып береміз, 36-ны қосып береміз, болды. Так, 78 болады. Яғни жалпы 78 үш таңбалы сан құрастыруға болады. Кімге түсінікті, бірден плюс қойып жіберіңіздер. Сұрақ болса жазып жіберсеңіздер болады. Жақсы. Екі түрлі жағдаймен қарастырамыз. Бағана бірінші мен жазған жағдай бойынша есептейтін болсақ, онда қателесеміз, үлкен қателік кетеді. Себебі біз білеміз, бұл жерде соңы 0-мен және 1-мен аяқталатын жағдай ғой, сол екі жағдайды ғана қарастырамыз. Жаңа қосылып эфир сақтала ма? Егер интернет жақсы болса, иә, сақталады. Біз сол үшін біз екі түрлі жағдайды қарастырдық. С-ның мәні 0 болған жағдай және С-ның мәні 5 болған жағдай. Кеттік ары қарай, келесі тапсырмаға өтеміз. Тікелей эфир сақталуы мүмкін, егер
бізде интернет жақсы болса әрине. Ары қарай кетті. Келесі тапсырма. Так, былай жасайық. Бұл тапсырмаға мен бар болғаны бір тағы да 3 минут уақыт беремін. Бірінші шығарып көріңіз. Диас пен Бекмұрат көпқабатты үйге бір уақытта кірді. Диас екінші қабатқа көтерілген уақытта Бекмұрат үшінші қабатқа көтерілді. Осындай жылдамдықпен 27-ші қабатқа көтерілгенде Диас қай қабатқа жетеді? Так, мына жерде баланың аты қалып қойған сияқты, иә? Сұрақ бізде қалай болу керек? Осындай жылдамдықпен Бекмұрат, мына жерде Бекмұрат болу керек, иә? Бекмұрат 27-ші қабатқа көтерілгенде Диас қай қабатқа жетеді? Бұл жерде бізде аралық бөлікке байланысты тапсырма. Так, сіздерге берілген уақыт аралығында міндетті түрде 36 6 мен 6-ның көбейтіндісіне шыққан осының алдындағы тапсырмада. Так, бірінші дәптерге шығарып алыңыздар. Диас және Бекмұрат көп қабатты үйде тұрады. Диас екінші қабатқа келгенде, Бекмұрат үшінші қабатқа көтерілді. Осындай жылдамдықпен Бекмұрат 27-ші қабатқа көтерілгенде, онда Диас қай қабатқа жетеді деген сұрақ. Енді бұл жерде біз екеуінің арасындағы тұрған этаждарына байланысты жылдамдықтарын салыстыруымыз керек. Біріншісі екіншісінен қаншаға артық немесе кем дегенді. Бірақ мына ақпаратқа мән беруіміз керек. Жалпы кез келген этажға байланысты тапсырмалар шығару барысында біз білеміз, мен егер өзім 10-шы этажда тұратын болсам, мен астында өзім этажыма көтерілу үшін тек қана 9 этаждың баспалдағын басып өтемін. Ал егер мен 7-ші этажда тұратын болсам, онда мен өзімнің астындағы 6 этаждың баспалдағын басып өтемін. Сол сияқты біздің басып өтетін этаждың саны біздің тұрған этаждан бірге кем болатынын ескеруіміз керек. Соған байланысты мына жерден егер Диасқа байланысты қарайтын болсақ, Диас, сосын бізде Бекмұрат. Диас бізде негізі 2-ші этажға көтерілген. Дәл қазір 2-ші этажда тұр. 2-ші этажда. Бірақ ол тек қана бір этаждың ғана баспалдағын басып өтті. 2-ші этажда тұратын болса. Ал Бекмұрат 3-шіге көтерілді. Бұл бізде 3-ші этажға көтерілді. Онда ол 2 этаждың баспалдағын басып өтеді. Енді осы жерден біз қандай қорытынды шығарамыз, не істейміз, қалай есептейміз, жауап қандай болуы мүмкін. Енді бізге сұрақ қойып жатыр мына жерде. Егер осындай жылдамдықпен жүретін болса, Бекмұрат 27-ші этажға барғанда, так, Диас нешінші этажда болуы мүмкін деген сұрақ. Қай этажға жетеді деген сұрақ. Жақсы, біз уақыт берейік, жауаптарыңызды жіберіп көріңіздер, қандай жауап сіздерде. 2 есе жылдам. Өте жақсы, дұрыс айтасыздар, иә. Бұл жерде жылдамдықтарына байланысты қараймыз. Тура мына жерден байланысты қарасаңыз болады. Мысалы бізде Диас бір этажға барғанда, так, бізде кім? Бекмұрат па? Бекмұрат 2 этажды көтерілген. Сонда бізде жылдамдық 2 есеге артық екен түсінікті. Онда мына жерден қандай қорытынды шығарамыз? Онда Бекмұраттың жылдамдығы Диастың жылдамдығынан 2 есеге артық екенін бірден көруге болады. Енді онысы да ол көрініп тұр. Егер біз тек қана мына жерден қарайтын болсақ, онда табу қиын. Онда бірге кем болады деп есептеу кетуіміз мүмкін. Сондықтан біз бұл жерде 2 есеге артық немесе кем деген шығарып аламыз. Так, енді осы заңдылыққа сәйкес біз 27-ші этажға Бекмұрат баратын болса, ол бізде неше этажды басып өтеді?
26 этаждың баспалдағын басып өтеді. Дұрыс қой, иә? 26 этаждың баспалдағын басып өтеді. Ал бізде диастың жүретіні бізде 2 есеге аз. Онда мен 26-ны нешеге бөліп тастаймын? Әрине 26-ны 2-ге бөлемін. Ол бізде 13 этаждың баспалдағын басып өту керек. 13 этаждың баспалдағын басып өтеді. Так, енді егер ол 13 этаждың баспалдағын басып өтетін болса, ол өзі нешінші этажда тұрады онда? Нешінші этажға келді бізде? Диас, қалай ойлайсыздар? Егер 13 этаждың баспалдағын басып өтетін болса. Дұрыс, әрине 12. Онда мына жерде не болады жауап? Бізде 12-ші этажға келеді деген сөз. Бізде 12-ші этаж. Жауап бізде 12 шығады. Жақсы. Кімге түсінікті болды? Бірден плюс қоямыз. Сұрақ болса сұрап алыңыздар бірден. Бұл жерде екеуінің арасындағы жылдамдықтан пайдаланамыз. Түсінбедік деп отырған болсаңыз, жай ғана өзіңіз этажды елестетіп көріңіз. Егер бізде 14-ші қабат болады ғой. 13 этаждың баспалдағын басып өтсе, қалай 14-ші этаж болады? 12-ші этаж болады. Егер ол 27-ші этажда тұратын болса, ол 26 этаждың баспалдағын басып өтеді. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі тапсырма. Так, ағайынды Ринат, Тамир және Мараттың жастарының қосындысы анасының жасынан 2 есе кіші. Үшеуінің жастарының қосындысы анасының жасынан 2 есе кіші. 15 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы анасының жасына тең болады. Қазір анасы неше жаста? Так, уақыт берейік бұл есепке. Бірінші есептің шартын жазып алғанымыз дұрыс. Өйткені шартын жазып алсақ, есепте шығару қателесуіміз мүмкін. Жасқа байланысты есептер кез келген математикалық олимпиада жұмысында міндетті түрде қалмай келетін есептердің бірі. Так, менде Ринат, Дамир және Марат. Үшеуінің жастарының қосындысы анасының жасынан 2 есе кіші. Оны қалай түсінеміз? Мына үшеуінің жастарының қосындысын 2-ге көбейтсек, ол бізде анасының жасына тең болып тұр. Енді 15 жылдан кейін дейді. 15 жылдан кейін, яғни әрқайсысы 15 жыл қосылғаннан кейін бізде не болды? 15 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы, яғни Ринат, Тамир, Марат. Үшеуінің жастарының қосындысы кімге тең болды? Анасының жасына тең болды. Қазір анасы неше жаста деген сұрақ. 15 жылдан кейінгі емес, қазіргі анасының жасын сұрап тұр бізден. Бұл жерде енді әрине шығарудың бірнеше түрлі тәсілі бар. Бізге теңдеу құрастыру арқылы шығаруға болады, немесе арифметикалық тәсілдермен бөліктер арқылы шығаруға болады. Қандай тәсілмен шығару енді өздеріңізге байланысты. Бірінші жауабын жіберіп көріңіздер. Кімде қандай жауап шыққан болса әрине. Қалай шығардыңыздар, соны жазыңыздар. Жауаптан көріп бізге қалай шығарғандарыңыз маңызды. Теңдеу құрастырдыңыз ба? Қазір 60-та дейді. Теңдеу қалай болады, жазып жіберіңіздер. Немесе арифметикалық тәсілмен шығарсақ қалай шығарамыз оны? Негізі теңдеумен шығару оңайырақ бұл жерде. Арифметикалық тәсілмен енді кішкентай ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Егер 15 жылдан кейін дегенде нақты түсінуіміз керек. Бұл жерде 15 жылдан кейін әрқайсысы бізде 15 жас қосады. X қосылған 45, X қосылған 15. Теңдеуде қателік жоқ емес па? Қараңыздар. X деп анасының жасын алдық қой, сонда. Мен түсінген бойынша. Так, мынау чатқа кез келген ақпарат жіберіп отырған балаларды мен удалить етемін. Арифметикамен. Так, арифметикамен қалай шығарамыз? Енді арифметикалық тәсілмен де шығарсақ болады, әрине. Бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ.
үшеуінің қосындысы x азайтылған 2. Келсем, 15-ті 3-ке көбейтеміз. Өйткені әрқайсысы 3-ке қосылады. 15 жас қосады әрқайсысы. 15 3-ке көбейтеміз 45, 45-ті 2-ке көбейтеміз 90. 90-нан 15 азайтамыз 75. Неге 15 азайттық? Иә, теңдеумен тез шығаруға болады, иә, арифметикалық тәсілге қарағанда. Енді теңдеулеріңіз қалай болуы мүмкін? Бірінші жазып көріңіздерші, қандай теңдеу құрастырыңыздар. Сол қызық болып тұр маған. Анасына 15 жыл қосылады, иә. Анасына да 15 жыл қосылады, әрқайсысына 15 жыл қосылады. Так, Ақжүрек деген аккаунтта қандай теңдеу жаздық біз? Мен нақты бір теңдеуді көріп жатқан жоқпын қазір. Жазып жіберіңіздер. Бұл жерде егер бізде үшеуінің жастарының қосындысын біз x-те болатын болсақ, мына жерде қандай теңдеу? Қазір 1 минут. X бөлінген 2. Подбор жасау арқылы шығардыңыздар, иә? Олай да болады, бірақ бізге нақты шешу барысы керек қой. Подбор жасау арқылы шығаруға болады. Кез келген 2-ні қойып, 3-ті қойып, 5-ті қойып, 10-ды қойып, бірақ енді көп уақыт кетеді балалардың жасы. Енді x y-пен сәл күрделі болып кетуі мүмкін сіздерге. Бұл жерде бізге негізгі теңдеумен бір айнымалысы бар шығаруға болады. Егер мен мына екеуінің жастарын, үшеуінің қосындысын x-те болатын болсам, онда анасының жасы қанша болады бізде? 2x болады, иә? Үшеуінің жастарының қосындысы. Мына жерде бізде Ринат, мынау бізде и м. Оларды біз x-те болатын болсақ, онда анасының жастары бізде 2 көбейтілген x болады. Так, көрейік қазір. 15 3-ке көбейтеміз. 45, 45-ті 2-ке көбейтеміз. Келсем, ол бізде 90 болады. 90-нан 15 азайтамыз 75. Соңында анасына 15 жыл қосылады. Қазіргісін табу үшін тағы 15 жылды азайттым дейді. 3x көбейтілген 15 көбейтілген 3. X қосылған 15. Жақсы, көрейік. Онда мына жақта бізде x көбейтілген 2. Так, болған біз нешені қосып береміз? 15 көбейтілген 3-ті қосамыз, сонда бізде x-ке тең болады, иә? Жауап. Так, мына жерде 1x, иә. Мына бізде 2x. Анасының жасы бізде 2x. Осылай ғой, сіздерге. Аға, ертеңге қалдырайық та, ертеңге қалдырайық. Жоқ, ертеңге қалдырмаймыз. Біз бүгін шығарамыз барлығын. Так, онда біз x-ті, үшеуінің жастарының қосындысын біз x-те боламыз. Онда мына 45-ке тең, 2 көбейтілген x. Ал мына жерде біз табатын болсақ, x тең 45-ке тең болып қала ма? X тең болады, 45-ке тең болады. Мына жаққа шығаратын болсақ, иә? 45-те отырған бізде үшеуінің жастарының қосындысы болады, x. Ал анасының жасы бізде қаншаға тең болады онда? 90-ға тең болады. 45-те 2-ке көбейтеміз. Так, мен сіздерге былай жазып көрейін, иә? Сіздердің жіберген теңдеулеріңіз бойынша жазып жатырмын. Мына менде үшеуінің жастарының қосындысы қазірге. 3 баласының. Ал анасының жасын табу үшін 45-ті біз 2-ке көбейтеміз. Өйткені бізде 2 есеге кіші деп тұр, иә? Жастарының қосындысы анасының жасынан 2 есеге кіші. Сондықтан бізде 90 анасы. Так, ары қарай не істейміз онда? Бұл теңдеу шықпайды ғой сіздердің. Мәні шықпай қалады. 6x қосылған 45, y қосылған 15.
Да. Вот соны қателікті дұрыстаңыздар. Қай жерден қателестік біз? Теңге шығару барысында. Мен қазір кез келген бір жазғандарыңызды шығарып жатырмын мен. Бірақ бізде шықпай қалды, байқасаңыздар. Арифметикалық модельмен шығарып көрсетіңізші. Сағат неше болды? Біз уақытқа қарадық қой же. Ойбай. Соңында бала мен ана тең болады ғой. Келісем, иә. Жақсы, былай жасайық. Онда барыңыз сұрап кеттіңіздер. Келесі онда соңғы 3 тапсырманы біз ертеңге қалдырайық. Осы бірінші тапсырма. Қараңыздар, иә, бірінші тапсырма. Екінші тапсырма мында. Скрин жасап алыңыздар. Сосын бізде үшінші тапсырма. Осы 3 тапсырманы біз онда ертеңгі сабақта талдайық. Мен уақытқа қарамаппын. Негізі 1 сағатқа жоспарлағанбыз. Көбіңіз уақыт сұрап кеттіңіздер ғой. Жақсы. Онда былай жасайық. Біз осы тапсырмаларды ертеңгі сабақта кешке 21:00-де талдау жасаймыз. Қазір өздеріңізге скрин жасап алыңыздар. Мына бірінші тапсырма, екінші тапсырма, мына бізде үшінші тапсырма. Енді қатты күрделі тапсырмалардың қатарында емес, бірақ кішкентай ойлануға тура келеді. Өйткені мына жерде әр есеп 9 ұпайдан берілген. Жақсы. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осыған дейінгі шығарылған тапсырмалар түсінікті болды ма сіздерге? Бірден бір кері байланыс жібере салыңыздар. Егер түсінікті болса плюс. Жақсы, соңғы үш есепті біз ертең талдаймыз, иә. Түсіріп алайықшы. Иә, түсіріп алыңыздар. Қазір мен көрсетемін жерге. Мына бізде бірінші тапсырма, екінші тапсырма, мына бізде үшінші тапсырма. Жақсы, онда бүгінге сабағымыз аяқталды. Қазір мен топтарыңызға да бұл үш есепті саламын. Үй жұмысына ертеңге дейін өздеріңіз жасайсыздар. Сабақ кезінде талдау жасайтын боламыз сіздермен. Жақсы, сау болыңыздар, шыға берсеңіздер болады.